Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін біз 1-тоқсанның бажабысын қойып үйренетін боламыз. Алдымен онлайн мектепке кіреміз өзіміздің логин паролімізбен. Одан КТЖ қойындысына барып, мұғалімге КТЖ қойындысына барасыз. Сол жерде КТЖ-ға қажетті бжб-ны енгізіп аласыз. Ол өткен сабақтарда бжб-ны қалай енгізу керек екендігі жайлы сабақ өткенбіз. бжб-ны қосу үшін тағы көрсетіп өтейін. бжб-ны қосу үшін тақырыпты қосуды шертесіз. Сабақ түрі бжб-ны таңдайсыз. Сабақ жаңа бжб, тақырыбын жазасыз. Яғни бжб-ның бжб дей салайын. Күні аталған бжб қай күні алынатынына соны көрсетесіз. И сақтауды шертесіз. Көріп отырғандарыңыздай 23 қыркүйек күніге бірінші бжб-мыз түсті. Одан кейін көздің батырмасын басып, оқу мақсатын толтырасыз. Бұл жай ғана мына сөздерді көшіріп қоя салайын мен. Одан кейін міндетті түрде бір тапсырма қойылу керек. Тапсырма қосуды басасыз. Жаттығу түріне ашық жауаппен жаттығу дегенді белгілейсіз. Құруды басасыз. Одан кейін қажетті тексті қоя салып, бағалау критериясын толтырасыз, дескриптор толтырасыз. Одан кейін максимум ең жоғары балын көрсетесіз. Бізде 11 бал. Сақтау және жабу батырмасын шертесіз. Бұл бжб-ны жасап қойған, сондықтан бұны жазылам. Бізде 23 қыркүйек күні бірінші бжб-ны аламыз. Одан кейін 14 қазан күні екінші бжб-ны аламыз. бжб-ның бағасын қою үшін онлайн мектеп қойындысына барасыз. Кесте бағанына барасыз. Кестеден жаңа бжб қойылған күнді тауып аласыз. Бізде 23 қыркүйек күнді. Алдағы апта, келесі апта деп арқылы жылжытып қажетті күнге барасыз. Бірінші бжб-ны толтыру үшін өту батырмасын шертеміз. Одан кейін журнал бағанына өтесіз. Журналда толтыру баған жазасыз. Мына жерде ең жоғарғы бал бізде бірінші бжб-да 11 бал болған. Соны басамыз. Одан кейін тиісті оқушыларды толтырып шығамыз. Қажетті оқушыларды бағалап болғаннан кейін сақтау батырмасын шертеміз. Екінші бжб-ны да дәл осындай жолмен толтырамыз.